Сәлем балақай. Бүгін сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер әліпби сабағынан 40-шы тақырып е дыбысы мен әрпіне арналған екінші сабағымызды өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа. Оқулығымызды ашатын болсақ, ең бірінші біздерге оқуға сөздер берілген. Кәне бірге оқып шығайық. Ер, ерте, мен, емен, сен, есен, терме, терезе. Үйден бұл сөздерді оқып жаттық. Келесі, мынау не? Сұрақ қойып тұр, я? Мынау не? Біздер осы берілген тапсырма бойынша не нәрсе екендігін анықтайтын боламыз. Кәне суретке назар аударайық. Мынау емен. Мынау не? Мынау терек. Мынау не? Мынау ертоқым. Сұрақтарға жауап бердік, я? Келесі екінші оң жағына назар аударатын болсақ, 3 сөзден құралған сұрақ құрастыруымыз қажет. Оның жауаптары ерлан, немере, ерте, ертеде деген жауап болу керек. Кәне, бірінші ерлан деп тұр, я? Бұл жерде сонда адамның есімі берілген. Кәне, сұрақ қояйық. Сенің есімің кім? Ерлан. Атаңа кім боласың? Немере. Біздер атамызға немере боламыз, я? Ертегі қалай басталады? Ерте, ертеде. Бұл берілген жауаптарға байланысты біздер 3 сұрақ құрастырдық. Бұл сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлем бір нәрсені сұрау мақсатында айтылады. Келесі суретке назар аударайық. Суретті қарайтын болсақ, астында тапсырма берілген, оқуға тапсырма берілген. Бұл жерде отбасының тамақтанып отырғандығын көреміз, я? Кәне, оның жанында жаңылтпаш берген, соны бірге оқиық. Есет атам ет асатар. Ет асатса, 5 асатар. Бұл жаңылтпаш. Келесі оның астында тапсырма берілген. Кәне, бұл жерде берілген буындар арқылы сөйлемдер құрастырайық. Бірінші емен, есен, ерте, немере деген сөйлемдер құрастыруға болады екен. Одан кейін бұл жердегі суретке назар аударатын болсақ, бұл емен деген, я? Емен деген ағаштың суреті. Енді бұл емен деген сөзді буынға бөліп дыбыстық талдау жасайық. Емен 2 буыннан тұрады. 2 дауысты, 2 дауыссыз дыбыс бар. Және 4 әріп, 4 дыбыстан тұрады. Одан кейін астындағы тапсырмада ер қанаты ат деген мақал дәптеріңе көшіруге берілген. Дәптерге әдемі, қатесіз жазуға тырыс. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.